аяғыңызға тұрып, алға жүре беріңіз. Менің рақымым саған жетер. Күшсіз жағдайыңды менің құдіретім толықтай іске салады. Коринтықтарға арналған 2 хат, 12 тарау, 9 аят. Мәсіхшілердің негізгі ойы қайта тұрып жылжу. Сіздің қандай нәрсе абыршытса да, бүгін Құдайға өз құдіретімен сізді көтеріп, қайта аяғыңызға тұруға мүмкіндік беріңіз. Ештеңе істемейтін адамдар ғана қателеспейді. Ал ықылассыз болып ештеңе істемеу әрине қауіпсіз. Ештеңе ұтпаймыз, бірақ ештеңеден де айырылмаймыз. Ал мен өзім Исамен бірге судың бетінде жүрер едім. Оның құдіретін ешқашан білмей, қауіпсіз болу үшін ештеңе істемей жүргеннен гөрі, оның суға батуға жақын қалып, Исаның мені құтқарғанын көргім келеді. Егер сіз Құдай үшін бәрін істегіңіз келсе, онда қиыншылықтарға ашытқы салынған қамырдай серпіліс білдіруді үйреніңіз. Айналадағы ауа қызып кетсе, қамыр көтеріледі. Ауа қызыған сайын ол көтеріле береді. Егер сіз көтерілуге жол беру үшін Құдай сізді жайсыз жерлерге орналастырады. Мысырда болған Құдайдың халқына қараңыз. Жаулары өзіне бейнет көрсеткен сайын олар өсе берді. Қанат біткендей болу, яғни рухани мәселе жоқ тамаша, тыныш уақыттардан гөрі біздің күшеюіміз үшін қиын кездер әлде қайда пайдалы болады. Қайта сүріндіңіз дейік. Аяғыңызға қайта тұрыңыз. Жүруге талпынып жүрген бала ешқашан құламай үйренбес. Ол құлаудан да, алғашқы икемсіз қадамдарынан да көп нәрсе үйренетін болады. Бір нәрсе бір амалмен болмай қиналған жағдайда, онда басқа жолды қарастырыңыз. Қаншама адамдардың бір маңызды мақсатқа жету үшін бар күштерін шоғырландырмай жүргенін көргенде, сіз таңғалатын боласыз. Олар бірнеше нәрсені ретсіз істейді. Алайда өздерін бір нақты жұмысқа толықтай арнағанда, қаншалықты табысты бола алатынын мүлдем білмейді. Шебер адам мен орташа адамның арасындағы айырмашылық бір нәрсеге бар күшті салуда. Тыңдаңызшы. Мен өткен нәрселерді ескермей, алдымдағы бәйгеге қарай жан сала жүгіріп, Құдайдың сыйына, оның Мәсіх Иса арқылы шақырған көктегі өміріне ие болу үшін көздеген мақсатымды қуып келемін. Филипптіктерге арналған хат, 3 тарау, 13-14 аяттар. Сондықтан аяғыңызға тұрып, алға жүре беріңіз.